Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге өте дәмді қатпарлы қамыр самсасының рецептісін ұсынамын. Дәмі өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер, өте қытырлақ, жұмсақ, дәмді қатпарлы қамыр самсасы. Видеоны толық қараңыздар. Ал енді жасаймыз. Қатпарлы қамыр жасау үшін ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды саламыз. Одан кейін ұнның ортасын ашып, оған бір жұмыртқамызды саламыз. Енді менде мына ыдыста салқын суға тұз қосып, жақсылап араластырамыз, тұзды су дайындаймыз. Одан кейін бағанағы ұн мен жұмыртқамызға сұйық май қосамыз. Сұйық май қосып болған соң, бағанағы тұзды суымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырған соң, тағы да су құйып, қолмен қамыр илейміз. Жақсылап бір келкетіп, жұмсақ қамыр илейміз. Қажет болып жатса, тағы да тұзды су дайындап, осылай қамырымызға қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз иленді, осындай жұмсақ болып шығады. Қолға жабыспайтын қамыр. Енді оны столдың үстіне қойып, бетін қамыр илеген ыдысымызбен жауып, 15 минутқа тындырамыз. 15 минут өткен соң қамырымызды екіге бөліп, қайтадан суалалап, 5-10 минутқа тындырамыз. Одан кейін бір қамырымызды алып, жұқа етіп жаямыз. Әлі бізде жайылмаған тағы да бір қамыр бар. Бір қамырды осылай оқтаумен ұн сеуіп жаямыз. Жабыспас үшін. Қажет болып жатса, тағы да кішкене ұн себеміз. Одан кейін жұқалап қамыр жаямыз, домалақ қылып. Дәл осылай қамырымызды жайып жалғастыра береміз. Міне мен осындай жұқа қылып қамыр жайдым. Енді жайылған қамырымыз осындай өте жұқа болады. Бірақ қатты жұқа қылып жібермеңіздер. Енді осы жайылған қамырға менде ертілген сармайды осылай қамырдың үстіне құйып, одан кейін щеткамен барлық жеріне бір келкетіп жағып шығамыз. Барлық жеріне мен жағып қойдым. Енді жағылған барлық жеріне келесі қамырды да жайып оқтаумен, одан кейін осы біздің сармай жағылған бірінші қамырымыздың үстіне қоямыз. Барлық жерін бір келкетіп орналастырамыз. Одан кейін ертілген сармайды тағы да осылай құйып, щеткамен жақсылап жағып шығамыз. Енді жағып шыққан соң қамырымызды ораймыз. Яғни дәл осылай рулет сияқты қылып орайтын боламыз. Тығыз бір келкі етіп, орап жатқан кезде ауасы шығатын болады. Енді біздің ораған қамырымызды 30 минутқа мұздатқышқа салып қоямыз. 30 минут мұздатқышта тұрады. 30 минут өтті, біздің қамырымыз қатты, яғни ішіндегі сармайы қамырға бір-біріне сіңіп тұрады. Осы сіңген кезде қамырды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Шамамен бұл қамырдан 25-30 шамадай самса шығады. Қамырды бірнеше бөліктерге бөліп, осыдан самса дайындаймыз. Міне біз барлық қамырды осылай бөліп шықтық. Осындай қатпарлы қамыр самсасын дайындаймыз. Қамырдың арасы осындай слоеный болып шығады. Енді қамырымызды жайып, арасына салмасын салып, самсамызды түйеміз. Бір қамырды алып, ешқандай ұн сеппей жаямыз оқтаумен.
Міне қамырымызды жұқалап жайдық. Менде салмасына ол тартылған ет. Тартылған етке мен блендерден өткізілген пияз, сосын кейін қарабұрыш және де татымына қарай тұз қостым. Осыны қамырымыздың ішіне салып салмасына, одан кейін оны жақсылап осылай самса дайындаймыз. Барлығын осылай бір келкетіп осылай түйе береміз. Салмасын саламыз. Одан кейін оны бүгіп табамызға орналастырамыз. Табамызға сұйық май жағып, немесе сұйық май жақпай да орналастырсаңыздар болады. Одан кейін оның бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіреміз. Мен бетіне осындай күнзені септім. Өте дәмді болып шықты самса. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте қытырлақ, жұмсақ, дәмді болып шығады. Егер де видеоны толық қарасаңыздар, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, себебі бұдан да көп өте рецепттер болады. Сіздермен болған Жібек.